саламатсыздар ме? Қазақ технология және бизнес университетінің технология және стандарттау кафедрасының аға оқытушысы Карманова Гүлбану Қалдықызы. Бүгін біздің 4-ші дәрісіміз, тақырыбымыздың аты сапа категориясының аспекттілігі және сапаны арттырудың мәні. Жоспарымыз бойынша бүгін біз не өтеміз? Сапа түсінігінің философиялық аспектісі, сапаны арттырудың мәні. Сапа бұл орнатылған немесе болжанған қажеттіліктері қанағаттандыру қабілетіне жататын объектінің толық сипатының жиынтығы. Сапаны бірнеше аспектілері бар. Оларды қарастырайық. Сапа дүниенің барлық жақтарын төмендетеді және адамдардың әлеуметтік құрылымы мен қызметінің негізгі факторы болып табылады. Сапалық сипат сонымен қатар адам мәнін, рухани мәдениетін түсіну үшін негізгі мәнге ие. Осылайша сапа табиғи және әлеуметтік дүниенің толықтығын және оның өзінің кезінде заттың, нәрсенің, құбылыстың, үрдістің анықтылығы болып табылады және басқа заттардың, нәрселердің, үрдістердің және құбылыстардың көп түрлілігінің туындайды. Сонымен қоса, сапа заттың, болмыстың бөлінбейтін, оның мәндік айқындылған көрсетеді. Соның арқасында бұл басқа зат емес, дәл осы зат болып табылады. Әдетте, сапаның мәнін талдау осыған тоқталады. Бірақ заттың айқындылығы дегеніміз не? Біріншіден, заттың сыртқы анықтылығы, оның пішіні, осы және басқа қасиеттері, сипаттары бар. Ішкі анықтылық негізіндегі сезімдік қабылдау деңгейінде адамда, жануарларда да заттарды ажырату мен бөлу қабілеті бар. Заттардың айырмашылығы ең алдымен олардың қасиеттері негізінде қабылданады. Екіншіден, заттардағы, құбылыстардағы, үрдістегі ең маңызды және міндеттері, мәнділері жүйе, құрылым, қызмет және тағы да басқа категориялар қатары негізінде ашылатын ішкі айқындылығына болады. Заттың ішкі айқындылығының синтетикалық сипаттамасы оған сапалық өзіндік ерекшелік тұтастығы болып табылады. Осылайша, сапа бұл заттың, құбылыстың, үрдістің ішкі және сыртқы айқындылығы, оның тұтастығының негізгі сипаты болып табылады. Сапа категориясының мәнін, оның логикалық мазмұнын айқындау үшін, оның генезисін қарастыруға тоқталайық. Жалпыланған күйде адамзат санасының күрделі және көп қырлы тарихында саланы түсінудің келесідей көптеген кезеңдерін бөлуге болады. Ол субстратты, ежелгі мәдениетке тән және негізгі космостық стихия, болмыс стихиясына, от, су, жер, ауа және тағы да осындай сипатына апаратын. Және заттық, өндірістік қызметіне әсеріне, ғылыми және техникалық пәндердің қалыптасуына негізделген. Жүйелік, ол ғылыми зерттеудің және практикалық қызметтің объектілері білім жүйесі болып табылғандығымен байланысты мәнді болады. Функционалдық, сапаны сандық көрсеткіштер арқылы анықтайтын үрдісті көрсетеді. Интегралдық, барлық жақтарда факторларды синтетикалық толық қамтуға бағытталады. Өнім сапасы, түсінгінің экономикалық мазмұны,
оның пайдаласына негізделген нақты мөлшері әрбір затқа тұтынушы құнын жасайды. Өнімдердің сапасы, өнімдердің талаптары, жиынтығының есептеу өлшемін әрбір нақты қоғамның қажеттілігімен сәйкес дайындауға, өндіруге және қолдануға дайындаушы мен тұтынушы қатынасына тұтыну затты немесе өндіру құралы ретінде көрсетіледі. Сондықтан, өнім сапасын пайдалы қасиеттерінде көрінетін жетілуі өлшемінде анықтаған жөн. Олардың жиынтығы мен мәні нақты қажеттіліктері қанағаттандыру құралы ретінде қоғамның талабының осы сатысында пайда болады. Егер мемлекеттік стандартқа жүйенсек, 15467-9 сәйкес өнімнің сапасы оның тағайындалуына сәйкес нақты қажеттіліктерді қанағаттандырудың жарамдылығын қамтамасыз ететін өнімдер қасиетінің жиынтығынан көрсетеді. Стандарттау бойынша халықаралық ұйымда ISO сапа өнімнің немесе қызметтің сипаты мен қасиеттерінің жиынтығы ретінде анықталады. Бұл оларды болжанған қажеттіліктерді қанағаттандыруға негізделген қасиет еді. Қажеттіліктер адамның тіршілігінің физикалық, экономикалық және әлеуметтік процестерін алдын ала анықтайтын шындықты көрсетеді. Қажеттіліктерді қанағаттандыру осы үрдістерді қамтамасыз етеді және адамзат қызметінің табиғи құрамы болып табылады. Сондықтан, сапаны басқару, халық шаруашылығы, қажеттіліктердің өндірістік құралдармен тұрғындар халықтық қажеттілікпен, қызметтер тауарлармен зерттеуге негізделеді. Қажеттіліктерді білу және өнімді жасаушыларға, құрастырушыларға нақты тапсырма беруге және өндірісті барлық қажеттіліктер ең жоғарғы деңгейде қанағаттандыратын жоспарлау үшін қажет. Қажеттіліктерді анықтаудағы қателіктер сұранысқа ие емес өнім дайындалып шығарылады. Халық шаруашылығы мен тұрғындардың қажеттіліктері қанағаттандырылмайды. Ал нәтижесінде экономикалық және әлеуметтік шығындарға келеді. Осы себепке сәйкес, өнім шығаруды жоспарлаушылар, құрушылар және жасаушылар тапсырыс берушінің сұраныстарын, тұтынушылардың сұраныстарын мұқият зерттеуі тиіс. Бұл сапа мәселелерін шешу бойынша жұмысты тиімді ұйымдастыру маңызды принцип болып табылады. Қажеттіліктер адам қызметін, оларды қанағаттандыру құралын іздеу бойынша ынталандырады. Қажеттіліктердің туындауы және қолданылуы адам мен қоғам өмірінің табиғи күйі болып табылады. Қажеттіліктер адамдық қызметіне түрткі болатын орасан зор қозғалыс күшіне ие. Адамдар үнемі өз қажеттіліктерін қанағаттандыру құралдары мен тәсілдерін іздейді. Қажеттіліктерді қанағаттандырудың өзі тұтыну үрдісі. Тұтыну үрдісінде тек бір ғана қажеттіліктерді қанағаттандыру емес, сонымен қатар басқа да сипаттағы бұрын болмаған қажеттіліктердің туындауы жүреді. Қажеттіліктер жеке заңдар бойынша тұрады деуге болады. Қажеттіліктер туындайды, жетіледі, көптеген адамдар санын қамтиды. Нәтижесінде көлемі артым белгілі уақытта өзінің дамуын ең жоғары шегіне жетеді. Олардың орнына жаңа жоғарғы қажеттіліктер туындайды. Жаңа қажеттіліктер жаңа қажеттіліктердің әсерінен бұрынғы қолданыстағылар жойылып, уақыт өте келе мүлдем жоғалады.
Жаңа қажеттіліктер көптеген жағдайда ескі қажеттіліктердің өзгеруі, олардың дифференциациясы мен тереңдеуі нәтижесінде туындайды. Жаңа қажеттіліктер әрқашанда біршама жоғары деңгейіндегі қажеттіліктерді көрсетеді. Сапаның әлеуметтік көрсеткіштері тұрғындардың сұранысы арқылы көрсетіледі. Өнімнің әлеуметтік қасиеттерін адам-машина жүйесі түрінде сипаттайды. Адамдардың денсаулығын пайдаланудың жоғарғы жайлылығы көмегімен сақтау, антропометрикалық, әлеуметтік психологиялық, физиологиялық және гигиеналық көрсеткіштер арқылы адамзат тұлғасын жан-жақты дамыту. Техникалық көрсеткіштер аспектілері, тағайындау көрсеткіштері, ол функционалдық талаптары, өнімнің өз қызметін тиімді орындау қабілетін сипаттайды. Оларды келесідей топтарға бөлуге болады. Өндірістік талаптар, қажетті қуат, жүк тасымалдау, жылдамдықты дамыту және басқа да орын алатын қызметті сипаттайтын көрсеткіштерден тұрады. Тиімдік талаптары өнімді тағайындалуы бойынша қолданудың тиімділігі деңгейін сипаттайды. Мысалы, энергетикалық шығындар, кинематикалық ауысудың дәлдігі, күштік қол жүктеу тұрақтылығы және тағы да басқалары. Құрылымдық қажеттіліктер таңдалған құрылымның сапасын сипаттайды, мысалы салмағы, өлшемі. Енді жоспарымыздың екінші сұрағына келсек, өнімнің сапасын арттырудың мәні. Қазақстанда экономикалық реформалардың даму шарасына сәйкес сапаға аса үлкен мән беріледі. Қазіргі кезде қазақстандық кәсіпорындар үшін ең үлкен мәселелердің бірі бәсекеге қабілетті өнімді өндіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін сапа жүйесін құру болып табылады. Сапа жүйесі шет елдік тапсырыс берушілермен келіссөз жүргізгенде маңызды болып табылады. Ол өндірушіде беделді сертификациялаушы органмен берілген жүйе мен сертификаттың міндетті түрде болуы керек деп есептелінеді. Сапа жүйесі кәсіпорынның ерекшеліктерін, өнімді дайындау шығындарын азайтуды қамтамасыз етуді және оны енгізуді есепке алу керек. Тұтынушы жеткізілетін тауар сапасының тұрақты және орнақты болатындығын сенімді болғысы келеді. Сапаны басқару теориясы мен тәжірибесінде екі мәселеге бөлінген: өнімнің сапасы, сапа менеджменті. Сапаны қамтамасыз ету көптеген шығындарды қажет етеді. Осы уақытқа дейін сапаға шығындардың негізгі үлесі еңбегімен анықталды, бірақ қазіргі кезде интеллектуалдық еңбек үлесі жоғары. Сапа мәселесі ғылымдардың, инженерлердің, менеджерлердің қатысусыз шешілуі мүмкін емес. Сапаны арттыру мәні сапалы өнімнің төлемге қабілеті, батыстық нарықта экспорттық жол ашады. Қазақстандық өндірушілердің өнім сапасын арттыруда және әлемдік нарықта ұтымды бәсекеге арнайы байқауларға қатысуға шығарылады. Байқаудың негізгі мақсаты қазақстандық кәсіпорындар мен ұйымдарға әлемдік нарықтағы отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін артуға көмектесу. Сонымен қатар байқауда мақсатты 9-шы сериялы және Total Quality Management концепциясы негізіндегі халықаралық стандарттар ISO негізіндегі сапаны қамтамасыз ететін кәсіпорын шеңберін кеңейту. Сапа саласындағы мамандардың кәсіптік деңгейін арттыру, сапа бойынша тиімді жұмыс істейтін менеджерлердің тәжірибесін тарату, сапа бойынша қазақстандық менеджерлердің жетістіктерін
жетістіктерін елде және шет елдерінде насихаттау. Негізінен үлгі жалпыға бірдей сапа менеджменті принциптерімен құрылған. Тұтынушыға бағытталу, мақсаттарға жетуде басшылықтың лидерлігі және жүйелілігі, үрдістер мен фактілерді қабылдау негізіндегі менеджмент, қызметкерлерді тарту, үздіксіз танымдық қызмет және инновациялар, әріптестікті дамыту, қоғаммен өзара іс-әрекет, нәтижелерге бағытталу. Жүлдегер компаниялар өз жұмысының тәжірибесімен таныстыруда, қызығушылық танытқан ұйымдарға көмектесуге міндетті. Байқауға қатысу ерікті. Оған қоса, оған қатысуға ұйымдық құқықтық формасына және шығарылатын өнім немесе қызмет түріне тәуелсіз кәсіпорындардың барлығы үміткер бола алады. Сапа үшін құрылған сыйлық, дипломат, үкіметтің алғыс хатының және өнімге сапа белгісін бейнелеу құқығынан тұрады. Өнімнің ең жақсы сапасы байқауының жеңімпаздары осының арқасында жарнама тиімділігін арттыра алады. Әлемдік нарықтағы ең жоғары сапа үшін мәртебелі марапат Болдридж сыйлығы мен Деминг жүлдесі болып табылады. Болдридж сыйлығы ақш үкіметтерімен және стандарттар мен технологиялар институтының тағайындалатын жыл сайынғы марапат. Байқау қатысушылары 7 негізгі салада бағаланады. Бұл басшылық ақпарат және талдау, стратегиялық жоспарлау, кадрларды басқару, тауарлар мен қызметтер сапасының кепілдігі, сапа бойынша және тұтынушылардың қанағаттануы бойынша нәтижелер. Деминг жүлдесі Жапон үкіметінің жоғары баға белгілейтін марапаты болып табылады. Бұл жүлдені беруде компанияның жұмысының сапаны статистикалық бағалау жұмысына, сапаны мұқият тәптіштелген бағдарламасын әзірлеу жұмысына аса мән беріледі. Сапаны арттырудың мәні көп түрлі. Бұл мәселені микродеңгейде шешу маңызды және жалпы экономика үшін маңызды. Себебі салалар мен ішкі салалар арасындағы және озық қатынастары орнатуға мүмкіндік береді. Мысалы, металлургиялық өнеркәсіп машина жасау арасында. Егер сапаға маңызды зор салмаса, қателіктерді түзетуге біршама қаражат қажет болады. Қателіктерді жою бойынша ұзақ мерзімді бағдарламалар әзірлеу арқылы біршама тиімділікке жетуге болады. Сапаны артырудың мәні Жапония мысалында жақсы сипатталды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жапондық өнеркәсіпшілер өндіріс пен өнім сапасының тиімділігін арттыру жолы іздеумен белсенді айналысты. Жапондық басқару топтары бүкіл әлем бойынша тәжірибелерді зерттейді. Барлық тиімділерді ұлттық топтарға енгізілді. Жапондық басқарушыларды статистикалық бақылау сапасы мен сапаны кешенді бақылау сияқты түсінікті қызықтырды. Әртүрлі елдерінің тәжірибесімен зерттей отырып, жапондық басқарушылар алдағы фирмалар өздерінің жұмысшылары мен өнім сапасына жоғары талап қоятынына назар аударды. Жасалған зерттеулер мен орындалған әзірлемелер нәтижесінде жапондық сапа стандарттары пайда болды. Жапонияда және түсінік сапа мәдениеті пайда болды. Жапония кәсіпорын қызметінің және әдістемесіне ие болып, сапаны жалпы бақылауға көшті және жүйе микро деңгейдің шеңберінің шығып, өнімді нарықты өткізуден, нарықтық конъюнктураны талдаудан, сатудан, кейінгі қызмет көрсетуден тұрады. Бұл ретте сапаны дәстүрлі басқару жойылмайды. Ол
жетілдірілбейді. Осы тақырыбымыз бойынша келесі сабаққа осындай сұрақтарға жауап беріңіздер. Сапаны қандай аспектілері бар? Және Деминг постулаттарын атаңыз. Сапаны арттырудың мақсаты. Қолданылатын әдебиет Асқаровтың кітабы бар, мен сіздерге оның алдында айтқам. Сол бойынша дайындалыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.